Жаңғақтың дене үшін пайдасы санап бітіре алмайтын дәрежеде өте көп. Калий, магний, фосфорға өте бай. Құрамында жоғарғы мөлшерде протеин және омега-3 элементі бар. Жаңа әсерлі калория, протеин, қалшық, витамин және минерал көзі. Жаңғақ дәнінің беті қабатының қыртыстары мидың көрінісіне ұқсайды. Күніне 1-2 дана жаңғақ жеу ми саулығы мамандар тарапынан табандылық біле ұсынылуда. Төмендегі жаңғақтың кейбір пайдалары тізбектелген. Зейін шаршағанын кетіреді, сүйек және тістерді қуаттандырады, денеге қуат береді, туберкулезден қорғайды, тамыр қатаюын алдын алады, қан айналымын жақсартады, іш өтуін тоқтатады және теріні тазалайды. Асқазандағы желді кетіреді, тұмауға қарсы әсер етеді, жөтелді тоқтатады, шаршағандық және әлсіздікті кетіреді, ісік қалыптасуына бөгет болады, қан қойылуының алдын алады, ауыздағы жағымсыз иісті кетіреді, өкпеге, асқазанға және миға қуат береді, ойлау қабілетін дамытады, жүректі қуаттандырады, қанды тазалайды, холестериннің азаюын қамтамасыз етеді, қалыпсыз антиденелерге бөгет болады, жүйке жүйесін қуаттандырады, бауырдың функцияларын реттейді. Қант диабеті науқастары үшін өте маңызды болған инсулинді арттырады. Балмен араласылып желінген кезде суын тиеген асқазанға жақсы әсер етеді. Жаңғақтың жапырақтарынан алынған юглон элементі фармакологиядан қан тазалаушы және қуат беруші ретінде қолданылады. Жаңғақтың жапырақтары және қабықтары қайнатылып балмен араластырылып ішілсе, қан аздығына жақсы әсер етеді. Қорытылуы қиын болғандықтан бауыры ауыратындар жаңғақ жеуі керек.